Ұлы дала аңыздар кітабынан Арыстан баб қиссасы 8 бөлім. Арыстан бабтың кесенесін салу. Әмір Темір қаптаған нөкермен отырарға аттанады. Кілең құйрық жалы сөзілген тұлпарлар жердің апшысын қуырып келеді. Белес-белес бел қалды, бетегелі дөң қалды. Мұнартып тұрған отырарға жетеміз деп құмартып ұмтылған сайын сағымдай сарғып титықтатты. Желдіртіп қанша жүрсе де шәуілдерге жетіп болмады. Ілгері басқан қадамы кері кеткендей күй кешті. Жүрген сайын жер алыстап бара жатқандай. Ауыздықпен алысқан арғымақтардың да арны басылуға айналды. Ақсақ Темір, бұл не хикмет, бұл не құдірет деп ойланды. Атының басын әркіп жан-жағына көз салды. Сол кезде әлгі ақылшы уәзірі алға шықты да: «Уа хан ием, мен білсем мұның хикметі мұнада». «Иә, құлағым сенде. Ұлы ұстазға сән салтанат асырып бару жарамайды. Ақылды адам нәпсісін асқартауға баламайды. Жүсіп пайғамбары атасына аттан түспей сәлем берем деп жазалы болған. Болғаны сол ұрпағы тарамады. Денесі көмілген соң шіріп кетті. Сол істен ғибрат алған жөн. Оның мазарына әдеп сақтап жаяулап барған ләзім. Жаяу жүрсек тез жетеміз деді. Әмір Темірдің даңқы сол сәтте 7 ғылымды жайлаған екен. Шығыста Қытайды қорқытып, батыста ұрымды үркітіп, Ілдірім Баязитті тұтқындап торға салып, алтын орданы армансыз билеп төстеп, бүкіл парсыны уысында ұстап, Еуропаны көз келмей тұрған кезі болса керек. Осынша құрлықты жұдырығында ұстап тұрған ұлы әмірші Арыстан бабтың әруағының алдында басын иіп атынан түсті. Дәл сол кезде Арыстанды қарабаш желі даланың құмын су ұрып дауылдатып соғып тұрған. Шаңды желдің өтінен өткенде еріндері жарылып кетті. Осылайша отырардың етегіне ақыры жаяу жетті. Бірақ қанша іздесе де саңлақ сахабаның моласын таба алмады. Қу медиен дала екен. Ақылшы уәзірі жанына келіп: «Хан ием, жарықты жау, жасанған дұшпан сан заман бойы отырарға лаңғы салған. Соның кесірінен Арыстан бабтың мазары құм астында көміліп қалған. Оның осы маңда екенін білеміз. Бірақ қай жерде жатқанын тап басып айту мүмкін емес» деді. Әмір Темір нөкерлерін: «Іздеңдер» деп әмір етті. Бәрі оны қалай табамыз деп дағдарып қалды. Сонда ақылы мол бір қария алға шығып: «Әміршім, оның бір ғана жолы бар. Бұл жерден мыңғыртып мал айдаңыз. Малыкеш малды әулиеге құрмет көрсетеді. Олар оның қабірін таптамайды, әруақтан аттамайды» деді. Темір дереу жарлық шашты. Қисапсыз қойды мың-мыңдап құмның үстінен айдап өтті. Сол кезде малдың бәрі бір төмпешікке жоламай екіге жарылып жүрді. Тұяқ тимеген төбені қазып еді, астынан әулиенің мазары шыға келді. Әмір Темір әскерлерін қойдай иіріп, бәрі жиылып, Арыстан бабтың рухына арнап, жер көкті күңірентіп Құран оқыды. Құрбан шалып, кедей-кепшік пақыр міскінге нәзір садақасын үлестірді. Сөйтіп баптың басына кесене соғуға кірісті. Дуалдың кесегін боз бүйенің сүтімен илетіп, берік болу үшін ешкінің қылын қосқан екен. Мазарды толық тұрғызғаннан кейін барып, Түркістанға қайтып, Әзірет Сұлтанның дүрбесін жалғастырды.